Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Аспан неге көк түсті? Бала кезде бұл сұрақ бәрімізді мазалағаны анық. Ежелгі заманда гректер аспан ерекше көгілдір түсті, мөлдір таза шыныдан тұрады деп топшылаған. Ал орта ғасырда ғалымдар көк түсті қара мен ақтың қосылуынан пайда болады деп ойлаған. Тек 18 ғасырда Исаак Ньютон күн сәулесінің өте ұсақ су тамшыларына шағылысынан аспанның көк түсті болатынын анықтады. Ал бұл сұрақтың соңғы әрі нақты жауабын ағылшын физигі тапты. 1899 жылы Джон Уильям Стрет аспанның түсі күн сәулесі шығаратын толқынның ұзындығы мен атмосферадағы сәуленің шашылу қарқындылығына байланысты екенін дәлелдеді. Неге аспан басқа түс емес? Аспанның негізгі түсі көк деп саналғанмен, оның әртүрлі реңдерді беретінін жақсы білеміз, көріп те жүрміз. Кешкі уақытта раушан түсті, ал бұлтты күні тек сұрғылт болатынын байқауға болады. Сондай-ақ аспанның түсі жердің қай бөлігінде жүргеніңізге байланысты. Мысалы, солтүстік аймақтарда күн батар уақытта аспан сүттей аппақ түске, ал оңтүстікте жарық сарғыш түске боялады. Аспанның реңін өзгертіп тұруын оңай түсіндіруге болады. Атмосферадағы су тамшыларына соқтығысатын күн сәулесі ақ түсті келеді. Ал кемпірқосақтың барлық түсі ақ реңкте болатынын ескерсек, су тамшысына соқтығысқаннан соң сәулелер әртүрлі түске шашырайды. Бұлай болса неге аспанның негізгі түсі көгілдір саналады? Мәселе мынада. Әр түсті толқын ұзындығы өзіне ғана тән. Толқынның таралу қарқындылығы жоғары болғандықтан көк не күлгін түстер пайда болады. Ал бұл екі түсті ортасы көгілдірді береді. Неге аспан түрлі түсті емес? Кейде аспанның бірнеше түске бөлініп, көк, қызғылт түсі болатынын байқаймыз. Әсіресе мұндай сәт күн батарда жиі болады. Күн батқанда сәулелер алыс қашықтықтан келетіндіктен, оның қарқыны азайып әлсірей түседі. Сол себепті қызыл не сарғыш түске боялады. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Видеоны лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал арнаға жазылмаған болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.